Кайырлы күн, әріптестер. Дәл қазір міне топ лидеріміз Құралай ханыммен кездесіп отырмын. Көргеніме қуаныштымын. Сәлеметсіздерме? Ал Құралай ханым, осы Matic Basket жобасына қалай келдіңіз? Кім шақырды? Несіне қызықтыңыз? Matic Basket жобасына 1,5 ай бұрын Гүлшат ханым шақырып, кафеге Сара ханымды ертіп, түсіндіріп, маркетинг планын түсіндіріп, бұл компанияның болашағын түсіндіріп, содан ойланбастан сол күні, сол сәтте 100 Matic сатып алып, бұл жұмысқа, бұл бизнеске мен кірісіп кеттім. Керемет. Осы Matic Basket жобасына дейін немен айналыстыңыз? Қандай компанияларға кірдіңіз? Мен жалпы өзім мұғаліммін, жасым 59-да, мектепте жұмыс істеймін, география пәнінің мұғалімі болып. Қосымша өзім бизнес ретінде Atomi Корея интернет-магазинде жұмыс істеймін. Ол жерде енді денсаулық, красота дейді ғой, әсемдік. Енді мына Matic Basketқа келу мақсатым қосымша табыс. Бұрын енді криптовалютаға сенбейтінмін. Қазір өзім 1,5 айда көзім жетіп, бірталай жетістіктерге жетіп жатырмын. Рахмет, спонсорларыма рахмет. Демеу беріп, көмек беріп, бағыт беріп отырғанда өкінбеймін. Керемет жоба екен. Спонсорларыңыз кім? Спонсорларым Гүлшат ханым, Сара ханым. Және Руслан мырза. Рахмет. Осы жобаға келгендегі мақсатыңыз қандай? Не сонады сізге бұл Matic Basket жобасы? Бұл Matic Basket жобасының ең бірінші ұнағаны ИП ашпау. ИП-сіз тапқан табысыңызды, жиналған матчиктеріңізді, монеталарыңызды кез келген уақытта транзакция арқылы шығарып алуға болады. Өзінің берген еңбегіне қарай, жиналған матчикке қарай шығарып алып, қосымша реклама жасап, жарнама жасап, шығарған сайын ақша келе беретін ұнады. Вывод жасаған сайын ақша келе береді. Данный керек емес. Данный керек емес. Ешқандай фамилия, имя, отчество, иін, электронный почта, телефон, ештеңке бұл жерге тіркелмейді екен. Ең төменгі 15 матигіңізға байланысты, мысалы қазіргі таңда 12,000 болса, бизнес бастап кетуге болады. Бірақ та мен әрине ұсынамын 100 матик, 200 матикпен, 500 матикпен кірген дұрыс екен, соған көзім жетті. Ұтылмайсыздар, бұл керемет 21 ғасырдағы заманауи жоба екен. Соған көзім жетті. Керемет. Ендігі сұрағым, енді сіз осы жобаға келер алдында сізге айтқан кезде сізде бір күмән болған шығар жаңағы. Кейбір адамдар айтады ғой, бұл лохотрон, пирамида, өтірік деген сияқты. Ондай адамдарға не айтасыз? Менде де күмән болды. Криптовалюта деген кезде басында түсінбейтім, үрей болды, қорқыныш болды. Қалай ақша салып, мысалы 10 мың салсаң да 100 мың салса, ертең жоқ болып кетсе өкініш қой. Болды үрей. Бірақ та тәуекел деп кірісіп кеттім. Бүкіл ютубтарды бәрін ақтарып көрдім, инстаграмдарға кіріп көрдім. Алып отырған елдер пайдасын көріп отырған адамдармен сұхбаттастым. Тәуекел деп кірісіп кеттім. Қуанышқа орай, қуанышым енді шексіз жоқ. Керемет жоба екен. Енді қуанамын. Бірінші Аллаға рахмет, әрине осы жобаға мен алып келгеніне. Екінші спонсорларыма рахмет. Міне 1,5 айда кез келген кездесу сәттер қуанышпен өткенде міне значок алдым. Осы жол міне сағат алып жатырмын. Керемет сағат міне. Әр сәт қуанышпен аяқталып жатыр. Міне бүгінгі мысалы міне сіңлімді тіркедім. Сіңлімге міне 4 аккаунт алдым. 32.444 әріптес болып кірген екен, сіңліміз. Мадина сіңлімді тіркедім. Барлық прозрачно. Жастарға айтатыным, қорықпай бұл жобаға кіріңіздер, көріңіздер. 21 ғасыр заманы, қазір барлық жерде техниканың дамыған заманы. Болашақта қазір крипто цифрлық ақша дейміз ғой. Қазақстан өзі 2017-15 жылдары, 27 жылдары цифрлық ақшаға келеді. Цифрлық теңгені ұстайтын боламыз, көретін боламыз. Міне онлайн бизнес бұл. Үйде отырып ақша табуға болады. Қазір өзі білесіздер, шетелдерде бәрі онлайн, курьер жоқ, дронмен доставка жасады. Мысалы, Японияда операциялар роботтар жасап жатыр. Болашақта көп деген мамандықтар жойылып кетуі мүмкін. Сол кезде пенсиялар қазіргі айтпақшы жастар алмауы да мүмкін. Өзіне қазіргі бизнес пакеттерді алып
болашаққа бір поколение, үш поколение дейді ғой, болашаққа немереге, шөбереге қалдырып кететін, мұра ретінде қалдырып кететін бұл керемет жоба екен. Соған мен көзім жетті. Осылай отырып жүрген жерде табыс табуға болады деген. Иә, отырған жерде, кез келген отырған жерде табыс табу. Бүгін сіңлімді мысалы тіркеп, мен табысты болып отырмын. Кәдімгідей мальчиктер жиналған кезде шығарып алуға болады. Сентябрьде ме, декабрьде мальчиктер көтерілейін деп жатыр дейді. Енді керемет жоба. Өкінбейсіздер. Көз алдында менің қанша тапқаныңызды өзіңіз көрдіңіз. Керемет. Иә, Қызығып Аслан мырзаның кабинетіне көріп, қарап отырып, бағана қызықтым енді. Жұғысты болсын дейміз. Күнне 100 мың, 200 мың алғанға керемет емес па? Қазір жастар көбісі жұмыс таппай жүр мысалы. Сол сіздерді осы жобаға шақырам, өкінбейсіздер. Рахмет. Тек қана алға осы жобадан көздеген мақсатыңызға жетіңіз. Және баршаңызға жұғысты болсын. Амин.